Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі бір жасағаннан керемет болып шығатын чикенді үй жағдайында жасалу жолын ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны толықтай қарауларыңыз қажет болады. Арнайы осы чикен пісіруге арналған тауықтың сан еттерін алатын боламыз. Тұзымызды, бұрыш және сарымсақ, соевый соус және салқын суымызды алатын боламыз. Енді маринадтауға кірісейік. Ыдысымызға жуылып, тазартылған сан аяқтарын алып тауықтың, оның үстіне бір ас қасық тұзымызды салып араластыратын боламыз. Бір ас қасық жеткілікті. Осының үстіне қызыл бұрышымызды және қара бұрышымызды қосамыз. Байқасаңыздар, жарты шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық толмаған қызыл бұрыш. Енді сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Арнайы өзінің үкішінен өткізсеңіздер де болады, ұсақтап турасаңыздар да болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, дәл солай қоса беруге болады. Бір ескеретін жайт, бұл жерде барлық мөлшер өте керемет болып шығатын жаңағы құрам бөліктер болып саналады. Осы міндетті түрде осы рецепттің құрамын сақтасаңыздар, сізде керемет чикен дайын болады. Осыны салғаннан кейін 2 ас қасық соевый соусымызды құямыз. Салқын суымызды құйып, бір келке етіп араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 4 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Маринад бір-біріне сіңу үшін. Қанша көп қойсаңыздар, соншалықты тауықтың сан аяқтары өзіне дәмін сіңіретін болады соустың. Сондықтан көбірек қоям десеңіздер, одан да болады. Бірақ 4 сағаттың ішінде де өте дәмді болып, сочный болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей 4 сағат уақытымыз өтті. Енді маринадымызды бір келкі тағы да араластырып жіберіп, қалған құрам бөліктерді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа тоғытылған ыдысқа шайқап аласыздар жұмыртқаны, және 200 грамм ұн, 150 грамм, 200 грамм аралығында панировочный сухари қажет болады. Соусымызға бірінші батырып аламыз. Сарымсақтары кетіп қалмау үшін бірінші ұнымызға жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне жеткілікті мөлшерде тиюі қажет. Содан кейін жұмыртқамызға айналдырып аламыз. Шанышқымен әрине ұзақырақ болады, қаласаңыздар қолмен жалғастыруға болады. Панировочный сухариге домалатып, содан кейін ыдысымызға дәл осылай жинап аламыз. Сарымсақтың кетіп қалуын ұнатпайтын болсаңыздар, осындай өзінің соусына бір батырып алсаңыздар, сарымсақ мүлде жабыспайтын болады.
Осы реттілікті сақтап видеоны толықтай қарайтын болсаңыз, сізде де осындай дәмді керемет чикен дайын боларына сенемін. Сондықтан видеоны өткізбей толық қарауларыңыз маңызды. Мінекей барлығын дәл осылай жасап дайындап аламыз. Барлығын дайындап алдық. Енді майымызды қыздырып, қызған майға салып қуыратын боламыз. Басында май қызғанша газымызды жоғары температураға қоямыз. Чикенімізді салып бастағаннан кейін орташа отқа азайтатын боламыз. Себебі біз 7 минут толықтай қуыратын боламыз осы майға. Қарайып кетпеу үшін, күйіп кетпеу үшін орташа температура қою маңызды. Егер алғаш рет пісіріп жатсаңыз, сағатқа қарасаңыз болады. Толықтай 7 минуттың ішінде қызарған жерін айналдырып отырып пісірсеңіздер, іші толықтай пісіп шығады. Екінші бөлігінде дәл солай пісіріп аламыз. Мінекей біздің чикеніміз дайын болды. Дәмі деген өте керемет, барлығы жеткілікті мөлшерде салынған. Осы реттілікті сақтасаңыздар, керемет дәмді чикен сізде дайын болары сөзсіз. Отбасыңыздағы әрбір мүшесіне ұнайды деген сенімдемін. Көріп тұрсаңыздар, міне ортасы, іші барлығы толық піскен. Дәмі деген керемет. Қалауыңыз бойынша кетчуп немесе басқа да соустармен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира. Егер менің арнам сізге ұнап, пайдалы болып жатырса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.